Ну, менің красавица машина. Омар да сосед мексиканец. Это. Жан, ана номерін қыстыру керек. Да? Регистрация должна быть. Да. Вот. Менің красавицам аты Жаным. Очень прикольно. Андай от неда приложение Тесланың. Сонымен ашасың, сонымен жабасың. Болмаса қасына келсең ашылады, жабылады. В общем, интересная, умная машина. В общем, мынандай менің машина. Прикольная, өте умная машина. Целый телевизор. В общем, телефонда приложение бар. Сонымен ашам жабам. Бірақ мына американ правилалар бар ғой, біздің Қазақстан сияқты емес. Оңай. Тек знактар қарап отырсың. Если стоп тұрма, тоқтайсың. Сосын барып жүресің. Ол арада ана жақтан машина келсе, олар өтеді. Еще все придумано. Біз сияқты бір-біріне ерегісіп, қылқындырып, шашын жылмайды. Давай делать. Спокойно жүресің. Күн ыстық. Біз моряға, мұхитқа барамыз. Және бір-екі кездесулеріміз бар. Соға барамыз. Джан моя на спидвей ездит, скоростная дорога. Вот такая вот. Скоростная дорога, где надо? Вот 42Б. Это же мой, да? Мы сейчас правее идем, да? И через 3 мили мне направо, да, будет? Қайырлы күн, бізде күн. Көршім Ирина, Құдай маған көршіні, кстати, берді. Ирочка, я так счастлива, что мы с вами соседи. Знаете? Да, вау! Потому что хоть орыс тілінде, енді бұл кісі қазақша білмейді, өйткені Челябинскінікі, жолдасы мексиканец, 3 бөпесі бар. Біз осылай көрші домда тұрамыз бір-бірімізбен. Дворымыз общий. Вообще, біздің үй. Ираның үйі. Рахмет. Я так рада. Это по-казахски я сказала. Спасибо вам. Все, мы поехали гулять. Встречаться с друзьями. Вот так вот. Спасибо. Сен кешір, мен жаңа айттым ғой. Сәлем достар баршаңызға. Мен өз өмірімдегі мен үшін өте қымбат жанды құрметтейтін, қадірлейтін жанды қатты ренжіттім. Бүгін кешірім сұрауға және құттықтауға арнайы келе жатырмын. Жан достар, ешкімге ренжи алмайтын, кімге де болсын болса екен деп тілейтін, жүрегі кең, жаны дархан, өзі жап-жарық бұл жағалауына күн шашып жүретін жан мені күтіп отыр. Бүгін менде бізде вечер. Құдай-ау, мына ойындағы кішіпейілділігі, дархан мінезі, сосын кейінгі құрмет орден Қарақата белдина. Сол прям красотка болып кепсің ғой. Мен фамилия дайындалып келдім ғой. Иә? Қандай гүл? Менің қонақтарым, менің жандарым, менің ең сүйікті гүлдерімді білгендей әкеліпті ғой. Сен қай гүлді жақсы көретініңді білемін. Құрметті достар,
қазақтың қарақаты жақында ғана парасат орденімен марапатталды. Үкімет басшылығынан, халықтың ықыласынан және көктемде гүлдей жайнап келген өзінің туған күні. Сені күттім. Сен мен кешірші, мен жаңа айттым көрермендеріме. Мен үшін қымбат жанды қатты ренжіттім деп. Жоқ, қатты ренжіген жоқ. Айтамын, мен 2 күн ұйықтаған жоқпын. Сен келем деген соң күттік, күшті өтті. Көрдім, көзім қазір айтып тұрған болар, кәдімгідей туған күннен кейін. Иә. Осындай әдемі көңіл күйде тұрмыз. Менің көктемім деп, мінекей Аллаға шүкір, көктемде туған, көктем қыздар. Сенен жалпы өмірде отбасылық құндылықта менің үйренетін өте көп. Сенің дархан мінезің, ақ көңілің кімге болсын дейтін ниетің, шалқасынан жатқан, балаларына беріп жатқан тәрбиең, отағаңа құрметің, халыққа деген ықыласың, жүректен шығатын әнің, барлығы кімге де болса сабақшың. Сол үшін саған алғысым жетсін. Рахмет, не деген сөздер. Рахмет. Ал біздегі бүгін енем екеуміз, мамам екеуміздің дресс-кодымыз зеленый. Той басталды. Ой, бұл өзінің контентін жинап жүр ол. Ал достар, той басталды. Тойдың егесі де, басты кейіпкері де Гүлсім Қасымбекқызы келді, менің анам. Тәте, қош келдіңіз, тойыңыз құтты болсын. Шықты болсын, айнапа, қандай халықтың басын біріктіріп, міне адам сыймайтындай лық толы той болып жатыр. Енді осы жерде бүгін енді бір өзім үшін тарихи сәт болып тұр. Шынымен де 10 жыл той жүргіздім. Мен қуанышы, сол қуанышқа ортақтасып келгеніңізге көп рахмет. Алла ғұмырларыңыз ұзақ болсын, баянды махаббат берсін, дендеріңіз саулық берсін. Сізге де осындай той тілеймін. Небере бақытты болыңыздар, небере шөбеде көріңіздер. Тойларыңыз құтты болсын. Құрметті ағайындар, экранға бұруларыңызды сұраймын. Тікелей эфирдан. Дорогие Аслыжан и Жансая, искренне поздравляю вас с этим замечательным днем. Днем создания вашей семьи. За это время вы создали крепкую, дружную семью. И особенно радостно видеть, как растет ваша маленькая принцесса, ваша маленькая дочь Айсулу. Ей уже год, и за это время в вашей семье появилось больше счастья, радости и больших надежд. Пусть она растет крепкой, здоровой и в окружении тепла. Особую благодарность я хочу выразить вашим родителям, вашей Пашке, за воспитание таких добрых и любящих детей. Также искренне хочу поблагодарить гостей, которые разделили с вами эту радость. Без вас этот вечер не был бы таким теплым. В вашей семье я хочу пожелать крепкой любви, здоровья, благополучия, долгой семейной жизни. Пусть в вашей жизни будет все только хорошее. Берегите друг друга, поддерживайте друг друга и живите в любви и счастье. Спасибо. Достар, менің қолымда әміре тойбастардың тойға деген тартуы. Бүгін менің балаларымның бақыт тойында, кішкентай Айсұлу немерем 1 жас тойында барлық келген қонақтарыма дәл осы әміре тойбастардың әдемі қазақы нақышта жасалған қара шаңырағы, біздің қазақ үйіміз ішіндегі әдемі нақышта жасалған, ою-өрнекте жасалған, көрдіңіздер ғой, таза ағаштан жасалған сый-сияпат менің қонақтарыма. Ендеше алғысым шексіз, осындай қуанышты күні қасымнан табылғандарыңызға мың алғыс. Әрқайсыңыз бір-бір ресторан ашыңыздар Сұлтан Сарайда. Аумин. Рахмет. Осымен той бітті. Міне Сұлтан Сарайы номер 1 Алматыда. Кухня мынандай. Мына жігіттер қайтсаңыздар. Рахмет. А енді фото түсірген жігіттер, это вообще Алматыдағы номер 1. Красавчиктер, команда. Рахмет. Олардың тойы болғаннан кейін көбірек осы баламның ортасына да, достарына да мән беруге тырыстық. Өнердің баласы болғандықтан. Қош келдіңіздер, тағы да алғысым шексіз, той-тойға ұласа, ары қарай би, ән, құдалар ертең өзіміздің вечер тағы жалғасады. Көп рахмет. Барша келген қонақтарға үлкен алғыс айтам. Келіп қуанышыңызбен бөліскендеріңізге. Сол біріншіден осы мен апам рахмет айтам. Мен тәрбиелеп өсіргеніне осы күнге апамның көріп жатқанына қуаныштымын. Сол үшін рахмет мен мамама осы қуанышты жасап, үлкен кісілер көз тірсе көріп кетсін деп сол үшін алғыс айтам. Және әкеме, анама
Динара әпкеме үлкен алғыс айтамын. Сіздердің осы ауызбіршіліктеріңізге мен ойлаймын, ол көп балада бола бермейтін бақыт. Өстіп әке шешесі араласып, бірге бірігіп той жасап, қуантып жатқанына. Соның барлығы осы анамның даналығы, анамның өсіп көрсетіп, өнеге беріп жатқандығы, сол үшін үлкен рахмет айтамын саған, мама. Сол және келген менің екінші анам Алмахан мама, сізге рахмет. Келіп өстіп аман болыңыздар.